Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. 10 физика 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ. Термодинамиканың өрнегі былай жазылады: Q тең дельта U плюс А. Төмендегі кестеге әр берілген процесс үшін толтырыңыз. Плюс шаманың арту жағдайында, минус шаманың кему жағдайында, 0 берілген шама өзгермейтін жағдай үшін жазыңыз дейді. Газ тұрақты температурада сығылады, газ адиабаты ұлғаяды, қатты зат ұлғаюсы қыздырылады. Міне осы жерге бізде жазып қойдым. Ал енді А бөлімдегі изопроцесті атаңыз. Изотерма температура тұрақты болатын жағдай, ол мынау біріншісі. Ал енді адиабаты десе, ол адиабата болады. Қатты зат ұлғаюсыз қыздырылады, яғни көлем артпайды, кеммейді. Бұл деген сөз көлем тұрақты болса изохора. Кеттік келесі. Так, суретте идеал газ күйінің өзгеру циклі берілген. Изотермиялық сығылуға сәйкес келетін бөлік. Изотермия температура тұрақты болу керек, және де көлем кему керек. Себебі сығылу ол бізде 3-тен 4-ке дейінгі аралық болады. Изобаралық қыздыруға сәйкес келетін бөлік. Изобара қысым тұрақты болу керек, температура арту керек. Себебі қыздыру ол бізде 1-ден 2 және де 4-тен 5 болады. Келесі, изохоралық қыздыруға сәйкес келетін бөлік. Изохора дегеніміз ол бізде көлем тұрақты болу керек, және де температура арту керек. Ол 2-ден 3-ке дейінгі аралық болады. Келесі. Массасы 0,2 грамм ас тұзын берілген. Ас тұзының малярлық массасын анықтаңыз дейді. Бізде астында малярлық масса, яғни ас тұзының формасы көріп тұрса, натрий, хлор. Біздегі натрий дегеніміз 23, оны қосамын 35-ке. Хлор бізде 35. 10-ның минус 3 дәрежесіне көбейтем, сонда менде килограмм бөлінген моль болады. Натрий, яғни 23-ке қосамыз 35-ті, ол менде 58 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль болады. Ал енді Вс ас тұзындағы молекула санын анықтаңыз деген. Бізде жалпы ол жерде масса бөлінген малярлық масса тең болады n бөлінген n авогадро саны. Осы жерден n-ді табатын болсақ, бізде массаны көбейтеміз n авогадро санына, бөлеміз малярлық массаға. Біздегі массамыз 0,2 10-ның минус 3-ті көбейтем авогадро саны 6,2 10-ның 23-ке. Оны бөлемін, бізде малярлық масса 58 көбейту 10-ның минус 3. Мына жерде 10-ның минус 3 пен 10-ның минус 3 қысқарады. Енді есептейміз. 0,2 көбейту 10-ның 23 дәрежесі болады екен молекула саны. Келесі. Сыйымдылығы 1 литр ыдыста толтырған азоттың тығыздығы 2 кг бөлінген метр куб болды. Азоттың массасын анықтаңыз деген. Жалпы біз бұл жерде массаны табу үшін роны көбейтеміз в-ға. Бізде азоттың тығыздығы 2-ке тең, ал көлемі 1 10-ның минус 3. Сонда азот бізде 2 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Ал енді бізде в-да азоттың осы массадағы зат мөлшерін анықтаңыз. Зат мөлшері ол массаны малярлық массаға бөлгенге тең болады. Біздегі массамыз 2 10-ның минус 3, ал малярлық масса бізде 28 көбейту 10-ның минус 3. 10-ның минус 3 пен 10-ның минус 3 кетеді. 2-ні 28-ге бөлеміз. 0,071 моль болады. Ал енді келесі. Бізде С. Азоттың молекула санын анықтаңыз деген. Молекула санын бізде зат мөлшерін n авогадро санына көбейткенге тең болады. Біздегі зат мөлшері 0,071 көбейтем, оны авогадро саны 6,2 10-ның 23-ке. Енді есептеймін. 0,427. Ал енді бізде Д-да айтады. Азоттың молекуласының жылдамдығы 300 метр секунд болса, оның қысымы қандай дейді. Бізде қысымды табу үшін 3-тен 1 ро в квадрат деген теңдеуді қолданамыз. 3-тен 1 көбейтілген ро азоттың тығыздығы ол 2-ке тең болады. В 300-дің квадраты ол бізде 9 артына 4 0 жалғай саламыз. 60.000 паскаль болады екен. Кет келесі. Газдың қысымы 0,1 мегапаскаль, температурасы 27 градус Цельсий. Сол көлемде газдың қысымы 0,2 мегапаскальға арттырды. Осы кезде газдың температурасын анықтаңыз. Бұл процесс кімнің заңы қолданылады дейді. Енді былай болады. Бұл жерде біз P1 бөлінген T1 тең болады P2 бөлінген T2 өрнегін қолданамыз. Осы жерден T2-ні табатын болсақ, ол бізде P2 көбейтілген T1 бөлінген P1 болады. Біздегі P2 деп отқанымыз ол
0,2 10-ның 6-ны көбейтемін т1, ол менде 300-ге бөлемін 0,1 көбейту 10-ның 6-ға. 10-ның 6 мен 10-ның 6 қысқарады. Енді 0,2 мен 0,1 қысқартатын болсақ, мына жерге 2 қалады. 2-ні 300-ге бөлсек 600 кельвин болады екен. Келесі. Тығыздығы 6 кг бөлінген метр куб молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 40 метр секунд болатын газдың қысымын анықтаңыз дейді. Бізде газдың қысымы P тең 3/1 ро В квадрат формуласы бойынша анықталады. 3/1 ро деп отқанымыз 6-ға тең. В-ның квадраты ол менде 1600 болады. Енді 6 мен 3 қысқарады 2 болады. 1600 2-ге көбейтетін болсам 3200 паскаль болады. Келесі. 2/5 10-ның 4 дәрежесі паскаль тұрақты қысымдағы ыдыста газ бар. Газға 6 10-ның 4 дәрежесі джоуль жылу берілсе, ол 2 метр кубке ұлғаяды. Газдың атқарған жұмысын анықтаңыз дейді. Астында біз жұмысты табуымыз қажет. А тең болады P көбейтілген дельта В болады. Жұмыс табатын болсақ, сонда жұмысымыз 2/5 10-ның 4 дәрежесі көбейтілген 2 болады. Сонда 2/5 2-ге бөлсек 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі джоуль болады. Ал енді В-сында ішкі энергияның өзгерісін анықтаңыз деген. Q тең болады дельта U плюс А деген формула бар. Термодинамиканың бірінші заңы. Осы жерден дельта U ішкі энергияның өзгерісін табатын болсақ, Q минус А болады. Бұл деген сөз 6 көбейту 10-ның 4 азайту 5 көбейту 10-ның 4. Сонда ішкі энергияның өзгерісі 1 көбейту 10-ның 4 дәрежесі джоуль болады екен. Келесі. Жұмыстық дене қыздырғыштан 8 мегажоуль энергия алып, салқындатқышқа 5 мегажоуль энергия береді. Жұмыстық дененің атқарған жұмысын анықтаңыз дейді. Астында жалпы жұмыс ол бізде Q1 минус Q2 болады. Сонда 8 көбейту 10-ның 6 азайтылған 5 көбейту 10-ның 6 дәрежесі болады. Бұл деген сөз 3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі джоуль болады. Ал енді В-сы жылу машиналарының пәгін есептеңіз дейді. Пәк деп отқанымыз ол бізде Q1 минус Q2 бөлінген Q1 болады. Енді біздегі Q1 минус Q2 деп отқанымыз ол 3 көбейту 10-ның 6 дәрежесін, Q1 деп отқанымыз ол 8 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Көбейтілген нәрде 100% болады пәк. 10-ның 6 мен 10-ның 6 қысқарады, сонда 300-ді 8-ге бөлеміз. Ол менде 37,5% болады. Келесі С. Біздегі қыздырғыштың температурасын анықтау керек. Пәк тең болады Т1 минус Т2 бөлінген Т1 көбейтілген 100% деп жазатын болсақ, бізде пәгіміз 37,5 болды. 37,5-ті 100-ге бөлсек, ол менде 0,375 тең болады Т1 минус Т2 бөлінген Т1 болады. Сонда 0,375 Т1 тең болады Т1 минус Т2-ге. Минус 0,625 Т1 тең болады минус Т2-ге. Енді біздегі Т1 деп отқанымыз, сонда 300-ді бөлеміз 0,625-ге. 480 кельвин болады екен қыздырғыштың температурасы. Келесі. Оттегінің қысымы 0,2 мегапаскаль, ал молекуланың орташа квадраттық жылдамдығы 700 метр секунд. Молекуласының массасы М0 5/1 көбейту 10-ның минус 26 дәрежесі килограммға тең. Оттек молекуласының концентрациясын анықтаңыз дейді. Жалпы Ада концентрацияны қалай анықтаймыз? Ең бірінші P тең болады 3/1 М0 Н В квадрат болады. Осы жерден N-ді анықтайтын болсақ, ол бізде P бөлінген 3/1 М0 В квадрат болады. Енді бізде сонда 3P бөлінген М0 В квадрат. 3 көбейтілген біздегі қысым 0,2 10-ның 6 дәрежесі М0 5/1 көбейту 10-ның минус 26, ал В-ның квадраты 700-дің квадраты, ол бізде 49, артында 4 нөлді жалғай саламыз. Енді мынаның 4 нөл мен мынаның 10-ның 6-тан 10-ның 2 дәрежесі қалады. Енді осыны есептейміз. 0,0024 көбейту 10-ның 28 дәрежесі болады. Ал енді бізде В-сында айтады, кинетикалық энергиясын табу керек. Енді кинетикалық энергия бізде М0 В квадрат бөлінген 2 формуласы бойынша тапсақ болады. Біздегі
5-те 1 10-ның минус 26 в квадрат. Ол бізде 490.000 бөлемін 2-ке. 124-те 95 көбейту 10-ның минус 22 дәрежесі джоуль болады. Кетіп келесі С-ды айтады бізде. Егер газ көлемі 2 литр болса, онда оның молекула санын анықтаңыз деген. Жалпы бізде концентрацияның формасы бар, ол молекула санын көлемге бөлгенге тең. Осы жерден молекула саны концентрация мен көлемнің көбейтіндісіне тең болады. Біздегі концентрациямыз 0,024 көбейтілген 10-ның 28, ол көлемге көбейтеміз 2 10-ның минус 3-ке. 0,0048 көбейту 10-ның 25 дәрежесі болады екен бізде молекула саны. Ал енді Д біздегі тығыздығын табуымыз қажет. Ол кезде біз мына форманы қолдансақ болады. П тең 3-тен 1 ро в квадрат дегенді. Осы жерден біз тығыздығын табатын болсақ, 3П бөлінген в квадрат болады. Бізде 3 көбейтілген қысым 0,2 10-ның 6, ал в квадрат деп отқанымыз 490.000 болады. Енді осыны есептейміз. 0,012 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб болады екен. Осымен видео сабағы аяқталды. Егер видео сабағы ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, все қоңырау басып қой. Видео сабақ достарыңа тарат.